Ассалаумағалейкум, құрметті жақсы жандар. 2026 жыл жылқы жылы болса, ал біз Аллахтың қалауымен тура Атамұра Бигвиллдің қасында орналасқан осындай жылқының қасынан баспаналы болдық. Аллахтың қалауымен жалпы сіздерге осынша уақыт бір обзорға өз үйімді, өз кәсібімді, өз көлігімді көрсетіп, таныстырып, жалпы ниеттенген болатын. Соған енді қадамдар жасап жатырмыз. Құдай қалса, достар, сіздерге бүгінгі менің баспанама шолуды арнайы көрсеткелі жатырмын. Бұл алаңда мен жақсы көретін Global Coffee, Корица, Сержо, Прокофе барлық қатарынан орналасып қалыпты. Оның өзі керемет бір қуаныш. Көбінесе эмоциямды басқа нәрсені бөлісе алмаймын, айта алмаймын. Бір сондай күйлер менде жиі болып тұрады. Алдыңғы жылы YouTube каналын жүргіземін деп, мен өзіме алтын аяның қасына әкеліп, жаңағыдай локация іздейтінмін. Аллах тағала өзі сол алтын аяның қасынан BI Group'тың керемет үйінде нәсіп етті. Соған да бір қуанып тұрмын. Қазір шолуға келіп, өз эмоциямды енді бөлісіп жатырмын. Енді қиналмай-ақ кез келген көлікті осы жерге шақырып, керемет жобалармен бөлісемін деген ниеттемін. Спортпен айналысамын десең, керектің барлық жағдайы жасалынған. Балам футбол жақсы көретін, мінекей футбол алаңы өте керемет жоғары деңгейде жасалған. Және де есігіміздің алдында не бар, тағы да оны да көрсете кетемін. Ал қасымызда Бәйдібек бидің серуендейтін алаңы да бар. Бүйтіп тұрып қарайсың да. Дверь открыта. Қойшы, есігі шықпады, кіріп кетесің ғой. Мына алаңның бір ерекше нәрсесі ол газондар. Және де мынау тұрған жерде жатқан ағаштар. Иісі енді керемет қой, кеуіп тұрған кезде ше, кәдімгідей бір қалай дейміз, атмосфера дейміз ба, не деп айтады өзі, бірдеңе сыйлайды. Осындай жерде тұрып, Алматыда тұрған кезде біраз визуализация жасаған болатын, сол визуализацияға өтіп жатыр. Подъезде еркелеп жатамыз осылай. Подъезд. Мына үлкен жүк салуға арналған лифт. Мына жақта адам мінетін лифт. Өшін осылай. Көп томдарда паркинг болмайды. Паркингтің пайдасын жалпы қыстың күні ғана көріп жатырық қой. Екінші қабатқа келдік. Басқа қабаттардан ерекшелігі потологы биіктігі 3 метр. Биік қой, общемше, сол. Общем, кілт самайсың ғой. Либо қолыңды қоясың, жүк ашылады. И карточканы қоясың, жүк ашылады ғой. Общем, есігінің өзі бөлек. Асым әдегесін ба? Кіріңіз? Ремонт жасап, жарысып жатыр көршілер. Дыр-гыр ұйқы жоқ, пока тұрып жатқан жоқпыз. Мына жерде мебеліміз енді келеді, бұлай қоятын. Сол себептен де ренжіме деп жерге тастай саласың ба. Жалпы потологы натяжноймен жасадық. Стенаның барлығын краска қылдым. Жаңағыдай бамбук, сондай нәрселер шығып жатқан. Оларды қоймадым, себебі өзім тұрамын деп біріншіден жасағаннан соң бамбукпен жасайтын болсаң біраз иіс шығады екен, біраз сондайларды анық-қанығын білдім. Жалпы қалай? Нормально ма деп қоясың, есіктер американский стиль деп айтады екен ғой, жалпы. Білмеймін, өзім көңіліме ұнады. Сосын мынандай жандардың бәріне осындай қаптадық. Барлығын наизусть білмеймін. Сөйтіп серый қылдық, әлі уборка жасалып толық біткен жоқ. Бірінші кухнядан бастайық. Есігіміздің бағасы 100 000 теңге болды. Мынандай мен бірге 3 есік алған екен, скидкамен алдық. Обналичка деймі, білмеймін, общем келіңіз, жоқ, бисмилля дейміз. Кіріңіздер, көріңіздер, жық еткіземіз. Осылай. Сосын барып кухня қойдық. 1 миллион теңге болды мына тұрысы. По-братски, по скидкамен. Одан кейін холодильник. Мынаны бөлек алдым. Одан кейін духовка дейді, үшін пеш, мыналардың бәрін бөлек алдым. Бұлардың өзі холодильник. Осыларды қосқанда примерно 1,5 миллион теңгедей шығып кетті. Өйткені подстенный деген қымбат тұрады екен. Үшіні полда осылайынан істеттім. Ұсталарым, рахмет, Алла разы болсын.
бірақ ұзақ уақыт істеп берді. 30 күн 20 күнде бітірем деген кезде сөйтіп бастап кетем деген ем, 60 күнде бітірді. Ничо, қолдан келгенше істеді, кемшіліктерді байқадым. Келесіде нені жасау керек, нені дұрыс жасамау керек, ол мен үшін тәжірибе, мен үшін сабақ болды. Неке осылайынан істелінді. Натяжной потолокты да четкий қылып істеттім. Біраз ойландым. Натяжной потолок осы бөлменің ішіне үйімнің квадраты 45 квадрат шығады, 42 жарымы сондай шығады. Соған потолоктың өзіне 480 мың теңге кетті. Бұл жерде нелер қымбат болды десеңіз, қазір бөлмелерді айтамын. Трек деген нәрсе бар екен, лампочкалердің арзан қымбат дегендері бар екен. Вытечканың өзін бір 120 мыңға ма алдым, осының бәрі бірге. Енді мына жерде былайынан аккуратно қойдырдым. Көбісі мына жерден алып былайынан тесіп кетеді екен, мен олай тестірмедім. Осылай четкийнан и натяжной потолоктың ішінен қалдырдым былайынан вытечканы. Былайынан қосыла береді, свет жанады. Балкон. Келіңіздер, балкон. Балконға артық ештеңе істетпедім, әртүрлі цвет істетем ба деген ой болды. Маған осы бір қалыпта қалғаны керек болды. Мінекей, мына жерге тоқ қойдырдық, әйтеуір тазалаттық, қалай. Енді жуынатын жерді барынша тырыстым, былай қалай көп қаға бермеймін. Кафельді узормен бүйтіп әкеп тұрып қойғасын ғой былайынанша. Мінекей кафельмен таңдадым. Қалай, әдемі ба? Соңызды аккуратно жуасыз. Свет былайынан. Мынау кір жуатынды астына қойдым. Четкий өзінің размерімен бірдей қылып іздеп жүріп қойдырғаным. Енді жылытатын әлі ішіне керекті қоятын нәрселер бар. Мына жерлерге мебелі бар, бітпеген. Ваннаны пластмассовый қылдырдық. Мына жерде заглушка қалдырмадым. В общем, осылай. Осының өзінде 1 миллион ақша кетіп қалды. Білмеймін, кафелі бар. И ремонтын қосқанда да негізінде. Мынаны көріп тұрсыздар ғой, узормен, мынандай кемшіліктер болмасы үшін, осындай кемшіліктер болмасы үшін алдын ала өздеріңіздің дизайндарыңызбен кафельдеріңіз четкий түсетіндей қылып ойластырып алыңыздар. Кеңесім. Уборный четкий жуады. Өзім көтеніне лайықтылау қойған бойса, кішкентай қыпшы. Мынау біздің гостевой, спальный, в общем, келген кезде. Келіңіздер. Достар, бұл жерде қымбатқа түскен нәрсесінің бірі краскасы, және де стеналар өте қатты қисық болды. Соны двойной қылып, тройной қылып жасадық. Одан кейін барлық жердің полының, мынандай ламинатын осындай түспен жасадым, аққа лайықты қылып. Бұның өзі жұмысымен бірге где-то 700 мың теңге болды, жұмысымен осымен бірге. И жанында плинтус деп айтама, оларды осылайынан істеттім. И потолок жаңағы общий бөлменің барлығына 480 мың кетті. Мына тректері сәл қымбаттау болады екен, одан кейін жалюзінің қасына свет қойдырулар біраз ақша болады екен. Локацияны айтып мақтана берді демеңіздер. Мінекей қараңыздар. Мына жерде қандай керемет, жаңа айтқан нәрсенің бәрі осы жерде. Мына жақта Қонаева көшесі мына жер. Қонаевадан кейін тура мына жерде Алтынай айналады, қазір көрсетеміз. И парк бар. И мына жақта серуен дейтін алаң бар, Бәйдібек би. Мына жерде 12-ші қабаттамыз. Барлық нәрсені көре аламыз. Мына жерде стоянкам бар өзімнің. И астына парковкам бар. И алған кездегі маған өте қатты қиындықтар болды, білмеген екен, түсінбеген екен. Біріншіден осындай квартира черновоймен аласыздар. Алғаннан соң ең бірінші кондердің трубкасын қалдырып кетесіздер, міндетті түрде. Ато сіздер қазір ремонтта біткеннен кейін кондер қояр кезде дуалды полный теседі. Хоть сіздер немен істетсеңіздер. Екіншіден, уровень аласыздар да тексеріп аласыздар да, боятатын болсаңыздар, ұсталарға айтасыздар. Мен под уровень тексеріп аламын, мен фонарик жағып тексеріп аламын деп. Мына стенаны мен 4 рет бояттым, 4 рет. Неге? Себебі уровеньмен бір келмей қалды. Біз келіскен бойынша квадратын 35 мыңнан бастеді, қымбат. Сол себептен де достар, міндетті түрде соны істетесіздер. Одан кейінгі мәселе төбеден тоқтарды жүргізіп аласыздар. Көп тоқта алюминий сыммен жүргізеді, егер де медовыймен жасататын болсаңыздар, тоқсындарда. Әрбіріңіз керемет, осылай баспаналы болыңыздар. Мақтаныш емес, визуалды көзбен көрсеңіздер де соған жете аласыздар. Мен кейбіреулердің көп ақша санап атқан көріп отыратын ғой. Сөйтіп өзімді ақша санап жүрмін. Сол сияқты жақсы нәрсені өздеріңіз репетиптеп сіңдіріп алыңыздар.
көздеріңізді жұмып тұрып өздеріңізге бір елестетіңіздер, барлық нәрсе орындалады, мүмкін емес нәрсе жоқ. Мен енді бұл үйді ешқандай дизайнерсіз істедім. Алдында жер үйімді істеттім дизайнмен, магазинімді істеттім өз үйіме келген кезде. Просто өз фантазиямен істеттім. Есіктерді көріп жүріп, ең бірінші 300 мың, 500 мың тұратын есіктерді көрдім. Сол есіктерді қарап жүріп 100 мың теңгелікке түстім. Себебі точно сол 300 мыңның есігін мен арзандауға алып қоюым үшін да. Мінекей осылайынан шықты. Бұл есіктер негізінде 120 мың теңге деп тұрған. 100 мың теңгеден мен мына ішкі, мынандай обналичка, анау ручка-пучкалармен бірге қойып тастадым да. Енді кухняға келген кезде достар, мынандай нәрселер бар. Бірінші холодильник. Сіз өз продуктлеріңізді холодильниктің ішіне салдыңыздар, салдыңыздар. Салғаннан соң оның ішінен алып бірінші жуасыздар. Екінші мына жерде турайсыздар. Үшінші мына жаққа қоясыздар. Төртінші пісіруге дайындайсыздар. Одан кейін тағы да бір алаң болу керек, енді сыймай қалды да. Сол себептен де мен өзім логистики осылай ойлап, осылайынан жасаттым. Екеуін бірдей қылып ұсатып, Құдай қаласа бір үлкен жер үйімді осылайынан көрсететін күнге жетейік. Бұл 2026 жыл, 26 қаңтар. Бұл видеоны түсірсем бе, түсірмесем бе, кейде бір-ақ бөлмелі, неғылам оны, өзгелер бір бөлмені деген сияқты бір түрлі бір нәрселер жиі миыма келеді, өзіме кедергі жасайды. Оның не екенін қақпаймын. Жалпы мақтаныш үшін істеп жатқан жоқпын, достар. Осы уақытқа дейін менің мойшық болып, терлеп, тиындап, армандаған армандарым өзімнің қағазымды ашып, дәптерімді ашып қараған кезде осындай арманды армандаған екенімді мен. Сол себептен де сіздермен бөлісіп көрсетіп жатырмын. Әрбіріңіз керемет баспаналы, керемет көлікті, кәсіпкер болғандарыңызды қалаймын. Әрбірлеріңіз бұл өмірде бай, бақуатты болуларыңызға тілектеспін. Сол себептен де менің үйімді шынайы қуанып, лайктарыңызды басып, кемшіліктері болса жазып, жақсы жерлері болса мақтасаңыздар, мен үшін үлкен жетістік, достар.